Құрметті менің арнама кіріп жүрген қауым, бүгін біз Шаляпин және Алтынсарин көшелерінің қиылысындағы жәрмеңкеге келдік. Бұл жәрмеңкеге сенбі жексенбі күндері ғана келіп тұрамыз. Бұл жәрмеңкеде біз менің осы жерде бір құрбым ет сатады. Ол ет аламын деп жүріп келіп танысып құрбы болып кеттік. Сол жерде мен жаңағы қазы және шұжық алғым келіп тұр. Сол ала тұрып, сол қазы мен шұжықтың айырмашылығын көрсеткім келіп тұр сіздерге. Көбілеріңіз білесіздер, бірақ жас келіндер біле бермейді. Мен өзім де жасым біразға келді білдім. Сондықтан айтқым келіп тұр. Бірінші мынау біздің қазақтың қазысы, қазір осының қазыны осы күйінде шекке сап береді бұл қыз. Мына жерде жаңағы тұздалған, бұрыш қосылған, сарымсақ қосылған қоспа тұр. Соның ішіне салып әдемілеп береді. Енді мына келесі мына біздің шұжық деп аталады. Бұл жерде жаңағы қазы жоқ. Бұны тек қана бір жылқының жаясынан кесіп алынған етпен, сосын мынау майды араластырып, тұзбен, жаңағы сарымсақпен әдемілеп қосылып жасалатын бұрышпен. Енді осы шұжықты жасап беріңіз маған. Бұл кісінің есімі Хауа. Өзі мұғалімдік қызмет жасайды. Сенбі жексенбі күндері ғана келеді. Сондай күліп тұратын көркем келіншек. Осы менен 1-2 жас үлкендеу, бірақ екеуміз құрбы болып кеттік. Осы күліп тұратынына бола осы жәрмеңкеге келіп тұрамын, мен басқа базарларға бармай. Сондықтан мына шұжықты жасатып алғым келіп тұр. Көз алдыңызда шұжықты жасап береді, міне қараңыз. Хауа құрбым қандай әдемі жасап жатыр. Бәрі мына шектің бәрі жуып тазаланған, дайын күйінде лимонның шырынымен қырындысының бәрі кеткен, лимонның суымен әдемі етіп өңделген, иісі болмайды, өте дәмді, тамаша болып шығады. Бұл шұжықтың бір артықшылығы, бір асыққан кезде, сыйлы бір қонақ келген кезде шетінен кертіп алып, қуырдаққа, күрішке, кез келген жеңіл тамаққа жасай беруге болады. Және бұны атамыз қазақ не үшін шұжық жасаған? Алысқа көшіп қонып жүрген кезде шыбын қонбайды, ет таза өзінің табиғи дәмі менен түрін түсін сол күйінде қалдырады. Сол үшін шұжық жасаған. Және алысқа кеткен жолаушыларға пісіріп бұны етті шикіде емес, піскен күйінде де жасауға болады. Ол да шұжық деп аталады. Піскен күйінде жасалған, салынған шұжық, оның өзі солдатқа кеткен кезде бауырларымызға шешеміз жасап береді. Алысқа баратын жолаушыларға, кейін студент кезінде өзімізге де өсіп салып беріп жүрді. Бұны екі түрде жасау болады. Шикі түрінде және піскен түрінде. Мінекей шұжығымыз дайын болды, бітті. Мынау артық жылқы, жарықтық тамаша ғой. Қасиетті жануар, қасиетті ет тамаша. Ол өзіне артық тұзды алмайды, сіңірмейді. Керекті тұзы ғана өзіне жабысып қала береді. Көрдіңіздер ме, менен қандай тамаша түсіндіріп бердім. Мына Хауаның түрін мен сізге көрсетіп берейін. Сондай әдемі келіншек. Хауа, бер қараңызшы. Міне қандай келіншек. Осы келіншекке келіп тұрыңыздар. Етін сенбі жексенбі күндері келіп алып тұрыңыздар. Мына Шаляпин және Алтынсарин көшелерінің қиылысында жәрмеңкеде істейді. Енді мына қазысын жасатып алайық. Сонымен бір шұжық қазыны қазір біз алып кетейін деп арнайы келіп тұрмын. Қазының тұздығының ерекшелігі бұл өтімді болу керек. Неге? Себебі жылқының еті тұздықты жақсы көреді. Өте қатты қылмай, чесногын, дәмдеуіштерін бәрін ұсақтап, майдалап жасап аламыз. Тұз, қара бұрыш және чеснок. Кейбір жерлерде зыра қосады. Зыра жалпы қажет емес деп есептеймін мен. Зыра неге қажет емес? Себебі ұзақтау түсіріп қалса, шектің ішінде басқа дәм беріп кетеді. Сондықтан таза тұз, қара бұрыш және чеснок қосылады. Сарымсақ дейміз ғой, чеснокты. Ішек кішкене кеңдеу болу керек. Себебі жас малдың қазысы көтеріледі сетін кезде. Жас келіндерге айтатынымыз, ішек жақсы таза жуылу керек. Және қайнар алдында, қайнамай тұрып емес, қайнайын деп қалған кезде оны әдемі етіп 3-4 жерінен піскілеп қойса тіпті жақсы болады. Көрдіңіздер ме, Хауа өзі мұғалім болғандықтан, өзі етпен қанша жыл айналысып жүргендіктен менен жақсы түсіндіріп жатыр. Сондай мен риза болып тұрмын. Мына ішек 1 сантиметрдей саусақ басқан кезде ішіне кіру керек. Сонда
ол өзінің қалпын қатты әдемі сақтайды. Мынауымыз шұжық, мынауымыз жаңа жасаған қазы. Не көрдіңіздер ма, шұжық пен қазының айырмашылығын хауадан артық ешкім түсіндірмейтін шығар. Сондықтан енді қазанда бұл Разница қазанға салғасын қанша? 2,5 сағатта піседі. 2,5 сағатта піседі. Сосын бұны піспес бұрын жайып қойсаңыздар да болады жіпке. Сөйтіп қатырып қойсаңыздар да болады. Сөйтіп жаңағы мұздатқышта ұстатаңыздар да болады. Хауа сізге өте рахмет түсіндіргеніңізге. Мен ары қарай міне көрермендер, 10 күннен астам уақыт өтті. Мынау кешегі базардан алып келген шұжық пен қазы. Мына қазының жартысын жеп қойдық. Бұл қазының екеуінің айырмашылығын тағы да айтып өткім келіп тұр. Мына шұжығыңызды кескен кезде домалақ болып кесілмейді екен. Мына көрдіңіз ба? Бұны тамаққа сала беруіңізге болады. Кусок-кусок болып кесіліп қалады екен. Ал мынау қазы міне әдемілеп, домалақ болып әдемілеп кесіледі. Себебі бұған сыйлы қазы салынған бір тұтас. Ал мына жерде өңкей жаяның еттері, ішінде жаяның майы мен еттері салынған. Сондықтан бұл толықтау болып тұр да, шеткі әбден толтырған. Мына жерге бір қазы қана салынғаннан кейін бар, бұл жіңішкелеу болады екен. Сосын ол бір. Екіншіден қазыңыздың килосы 1800 теңге болса, жанына қоспасымен аласыз. Мына шұжықтың килосы 2200 теңге болады екен. Себебі онда тек қана жаяның еттері ғана салынады екен. Сондықтан бұл қымбаттау болады екен, сүйексіз еттер салынады екен. Көрдіңіз ба, мынаның бәрін сорпаға да тек қана бешбармаққа емес, сорпаға да сала берсеңіз болады екен. Міне екеуінің айырмашылығы осындай. Қазы жегіңіз келе ма, жаңағы шұжық жегіңіз келе ма, енді өзіңіз шешіп көріңіз.